мынандай нәрсе бар ғой, кейін алам, кейін жасатам, немесе сосын барам, сосын алам деген сияқты, уақытысы болады деген нәрселер бар ғой. Сондай нәрсе бар ғой. Айтпай ақ қойыңыз ол сөзді вообще. Болмайды ондай уақыт негізінде ше. Бұл нәрсе мен былай түсіндіре алатын едім. Мен бір кездері осыдан бірнеше жыл бұрын тісімде проблема болды. Мен сол проблеманы шынымды айтқан кезде шешпей, бір уақытысы келеді деген сияқты жүре бердім. Менде сол тіспен 2 жыл проблема болып жүре берген ғой. Содан бір күні мен отырдым дағы, жоқ, бұл тіс маған керек та. Бұл тісті мен өзім жасатпасам, кім маған жасатады дедім да. Жоқ, мен барып жасатам дедім. Сөйттім да, күйеуіме айттым, мен білмеймін, ештеңке, тісімді жасату керекпін дедім. Содан бардым неге, стоматологқа бардық. Енді қалтамызда ақша жоқ, бірақ стоматологқа барып, алғаш жаңағы лечениеге қанша кетеді, қалай не деген сияқты содан бастадық. Сол кезде бізде деген шамамен бір айдан 3 айдың көлемінде ме екен, или 2 айдың көлемінде ме, сол аралықта 300 000 теңгеге мысалы тісті жасаттым да, мен 300 000 теңгеге кетті. И сонда сол ақша өзі келді ғой. Ал мен егер де шешім қабылдамасам сол кезде тісімді жасатамын деп та, қабылдамасам ол ақша келмейтін еді. Тура сол сияқты біз Дубайға баратын кезімізде прям сөйтіп барамыз деп айтып жүрдік, и оған да тоже ақша өзі келді. Сондай ғой, сіздің ойыңызда жоқ нәрсе, кейін барам, бір уақытысы болады, кейін алам деген ол өтірік әңгіме. Так что сіз бірінші конкретно айтыңыз, мен осылай істеуім керек, мен осындай нәрсені алам, мен осындай жерге барам деп айтыңызшы, соған лайықты ақша табылады. Сол нәрсені уже Алла тағала қиыннан қиыстырып келтіріп қояды. Мен сол Сингапурға да баратынымда, мен барам дедім Сингапурға. Бізде бір тиын ақша болған жоқ, бірақ мен барам деп айттым, барам деп прям шешім қабылдап, сондай неге келдім, прям дайын болдым, өзім іштей дайын болдым. И 1 миллион теңге кетті, соған қиыннан қиыстырып ақшаның бәрі өзі келді. Ешқандай да мынандай не болған жоқ та, кедергі болған жоқ. Барлығы ыңғайымен келе қалды ше. Тіпті 1,5 жасар баланы тастап кеттім сонда ше, барлығы ыңғайымен келді. Тура сол сияқты адам алда шешім қабылдау керек, мақсат қою керек және шешім қабылдау керек. Сол кезде сіздің осы уақытқа дейін созылып жүрген нәрсеңізге тез арада жететін боласыз.